Сәлем достар, сіздермен бірге дәметкен. Бүгін чечевицадан суп пюре рецептісімен бөлісетін боламын. Менің балдарым осыны кашама деп тауысып қойған. Негізі чечевица горох пісіргенде жемейтін. Егер де сіздің балдарыңыз солай ұнатпайтын болса, осы рецепт бойынша суп пюре ретінде пісіріп көруге кеңес беремін. Және де видеоның соңына дейін қарап, менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Алдымен тауық етін пісіріп аламыз. Содан соң бөлек кастрөлге күнбағыс май, пияз, сәбіз және өздеріңіз қалауыңыз бойынша тәтті бұрышты қосуыңызға болады. Бетіне картоптерімізді қойып шығамыз. Картоп қосқан кезде біздің суп пюреміз қою болып шығады. Дәміне қарай тұз, бұрыш және жуылған чечевица. Содан соң біздің тауық сорпасын құйып, дайын болғанша дейін қақпағын жауып пісіретін боламыз. Піскен соң погружной блендермен бір келкі масы болғанша дейін ұнтақтатып аламыз. Содан соң ең аз отта 1-2 минуттай газдың бетінде қайнатып аламыз. Үй жағдайында тостер істеу үшін қызып тұрған табаға нанды немесе батонды екі жағынан қызартып қуырып аламыз. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша бетіне сырды қосуға болады. Тостермен біздің суп пюреміз одан да дәмді болып келеді. Бірақ тостер жасау ол міндетті емес. Мінекей біздің суп пюреміз дайын, дәмі өте керемет және де өте тойымды болып шығады. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп, арнама тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған дәметкен.